Hoş gelipsizler Tochkandan. Xamakamız nima kelibdi? Kenayi ham keldi, kenayi bilan amanlashmaysan. Kenani? Kenayi. Mana bu toza Toshkentda tuzi bilan birga kelgan. Mana bu bittasi bo'lsa o'lgan baliqning ichidan chiqqan ikrasidan. Mana bu o'zimizni qo'limizdan chiqargan fitashkalar. Mana bu kenayi qilgan. Dehqonchilikdan qilgan savizlar. Mana musor pusurlaringdan birga ketadi. Qizib qamab plov jibering deyapsizlar. Endi O'zbekistondan kelgandan keyin qilib bermaymizmi? Toshkentdan chaqirtuv bilan kelyapman. Ha, onasi? Birdan samsa bering, aka. Voy. Tojikmi deyapti? Anekdot deyapti. Tojik ham bor, qozoq ham bor, o'zbek ham bor. Xudoy o'zi kechirsin deyimda. Bugun sol 2 saat aldım ғой. Вообще ұйықтаған жоқпын. Андай түнде жатамай кетеді екенсің. Сонымен деген есеп запросты ашып жатсам, жаңағыдай сообщение келген ғой. Хотя мен енді хейтқа үйреніп қалған, потому что уже бізде хейдерлар аз емес, өте көп дегендей ғой. Оның бәрін өзіміз жинап алып жатырмыз дегендей. Бірақ енді мына сөз қатты тиіп кетті да. 20 мың теңге сал, тесе салсай, ішіндегі баланың нұсқасын мен айтамын да, өмірге әлі дүние есігін ашпаған баламен неге үйтіп олай нетіп жатыр деп ше, олай жазып жатыр. Қандай қатыгез адамдар деп жаман жерімде тұрып қалды да. И просто так мен шығып кете салғым келді да сообщение, бірақ сонда скрин етіп мен бұны сторисқа салғым керек деген нәрсе болды. Білмеймін, мына сөз андай жаман көкейімде тұрып қалды. Не үшін бүйтіп айтып жатыр деген нәрсе. Мен міндеттімін ба, мен сол адам үшін жұмыс жасап жатырмын ба, өзім түсінбей қалдым. Достар, еще мен деген кеше түнге дейін ұйықтадым негізі. Содан кейін түнімен ұйықтаған жоқпын да. И түсімде гендер пати болып жатыр. Енді біз әлі гендер пати жасаған жоқпыз ғой. Негізі жасау керекпіз дегенде жасаймыз бұйыртса. Бірақ түнде андайда бір гендер патимыз болып жатыр, бірақ екі андай пранкпен болып жатыр да. И сенсем түсім жандай қыз болыпты да. Сонда бір қуанышты, бір настроениемен ояндым да. Сол күйі ұйқым келген жоқ. Торт кесіп көріп жатыр, торттың іші қызыл болып жатыр, шарикті жарып жатыр, іші қызыл болып жатыр. И артымыздан да не атылатын бар ғой, сол атылып жатыр, еще ол да қызыл. Айттым ғой қыз болады деген. Еще мен деген Ақботамен де спорласқам ғой, ол маған ол болады дедім, мен қыз болады дедім. Сонымен еще мен жанымдағылар көбісі ол болады дейді, бірақ сонда да все таки іш жібермейді ғой. Қыз болатын сияқты деп. Көреміз енді бұйыртса, Алланың жазғаны, главное аман есен келсін. Бәрі айтып жатыр, Диана, сенің түріңді либо эффектпен, либо макияжбен көретін болдық қой деп. Достар, менің нағыз өзімнің түрім осы. Пожалуйста, хватит осуждать па, қалай не дейді өзі. Вот, без мейка мен осындаймын. Мына ағаның пловна деген, прям деген, аппетит деген кетіп бара жатыр ғой. Иіс вообще күшті. Айта алмаймын аға. Шынымен де прям иіс деген жарып тұр. Бірінші клиент өзім болайын деп жатыр маған. Таңғы клиенті, аға? Иә. Ағаның тамағына дайындалып жатырмын, чай алып алдым, и плов. Келген болатынмын, и базарда сенесіздер ме? Енді ұйықтағанда, тұрғанда ішінде бала жыбырлайды ғой. И енді оны, конечно, ішінде әлем болғаннан кейін чувствовать етесің. И сонымен машинаның фарын нетуге келгенбіз, и пловтың жанында тұрмын, иісі қатты шығып жатыр да, и бала жыбырлап бастайды. Сенесіздер ме? Прям без конца. Сонымен қой, жектеп, ағаға тарелкаға салдырып алдым. Қандай күшті. Бисмиллахир-рахманир-рахим, ас болсын. Қандай күшті. Май жемейтін ғой, до того май жейтін болдым. Прям кайфую.
мына жердегі ағаның қолына деп